Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін осындай қолданыса алатын, яғни ине теруге арналған иголница жасап үйренетін боламыз. Кеттік. Бізге керекті заттар осындай бізге банкының қақпағы керек болады, және де мен оны екі жағынан пышақпен осылай кесіп алдым, дайындап. Және де бізге осындай матамыз керек болады. Дайындап алдым. Сосын резина керек болады, және де осындай төл, құттай төл керек болады. Және де ине, қайшы керек болады. Ең алдымен осылай қолымызға қойып өлшеп аламыз. Одан кейін осы резинамызды тоже қолымызды, білегімізді өлшеп, дайындап мен қиып алдым. Осы резинамызды осы қиған жерімізден өткізетін боламыз. Бізде мұны пышақпен өткізген жерімізді жоғары қаратып, осылай тағатын боламыз қолымызға. Осылай дәл видеодағылай өткізіп аламыз. Екі жағын осылай екі жағынан кіргізіп, осылай өткізетін боламыз. Одан кейін осы екі жерін инемен тігіп аламыз. Міне достар, инемен тігіп алдық. Ендігі кезекте матамызды размерін айтатын болам. Міне мұнда матамызды 18 сантиметрде алдым. Яғни осылай қақпағымызды қойып, дәл осындай 1 сантиметрдей арықтау кесіп дайындап аламыз. Осылай қайырып. Ендігі кезекте матамызды осы шетінен бастап айналдырып тігіп шығатын боламыз. Міне достар, тігіп шықтым. Осының ішіне мен осындай дайын губканы салдым. Яғни әртүрлі синтепон салуға болады. Және де осылай түйіп тігіп аламыз. Міне достар, дайын болды. Ендігі кезекте осылай дайын губкамызды осы жерге клеймен клейлейтін боламыз. Ең алдым астыңғы резинасын клейлеп алдым. Одан кейін осы үстіңгі жағына клейімізді осылай молынан жағатын боламыз. Дәл осылай видеодадай, осылай қолымыздан қатты батырып, осылай дайын губкамызды үстіне басамыз. Міне достар, дайын болды. Бәрі түгел жабысты. Енді осы төлемізді осы қызыл жеріне, түйменің жағына әдемі етіп клеймен тағып шығамыз. Мен екі қайтара жасап шықтымын осыны. Міне достар, менде барлығы дайын болды. Осылай инелеріңізді қадап, қолдарыңызға киіп алуға ыңғайлы, осылай жасауға болады. Видеоны ұнаса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментария жазуды ұмытпаңыздар. Тамашалағандарыңызға рахмет.